Білесіздер ма, көптеген адамдардың ең үлкен қателігі басымызға күн туғанда, тығырыққа тірелгенде, немесе ауырғанда ғана жаратқанды еске алуымыз. Қиын сәтте я алла деп жалбарынып, мәселе шешілгеннен кейін жедел жәрдем көлігін шығарып салғандай, құлшылығымызды да шүкірімізді де кейінге қалдырып жатамыз. Не үшін бұлай? Жаратушы тек қиындықта жүгінетін құтқару қызметі немесе жедел жәрдем емес. Ол біздің әрбір тынысымызды бақылап тұрған, қуанышымызда да, қайғымызда да бізбен бірге болатын жаратушымыз. Шынайы иман жақсылықта шүкір ету, қиындықта сабыр ету. Алланы кеңшілікте ұмытпасақ, ол бізді таршылықта қалдырмайды. Дұға тек мұңайғанда ғана айтылатын сөз емес. Ол біздің жаратушымен күнделікті байланысымыз. Аспанымыз ашық, деніміз сау, дастарханымыз тоқ болған күннің өзінде Аллаға бет бұру — бұл нағыз тектілік, нағыз имандылық. Себебі мұқтаждық итермелеген құлшылықтан гөрі махаббат жетелеген құлшылықтың дәмі басқаша болады. Ауру келмей тұрып денсаулықтың, қиындық келмей тұрып тыныштықтың, қайғы келмей тұрып қуаныштың қадірін білейік. Алла тағаланы қиналғанда ғана еске алатын есімге айналдырмайық. Дәл қазір комментарийға бүгінгі күн үшін алғыс айтып, шүкір деп жазып қойыңызшы. Мен сізді күтемін.